Сәлем достар, сіздерге малахитовый браслет деп аталатын кивиден жасалатын салат түрін ұсынамын. Егер видео ұнап жатса, маған лайк, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Салаттың құрамына бізге піскен тауық, киви, жұмыртқа, жүгері, алма және майонез қажет. Алдымен бірінші қабатқа жұмыртқаның ағын кубиктеп турап салып жайып шығамыз. Тарелкеміздің ортасына осындай банка болсын, фужер болсын, дөңгелек ыдыс қойып аламыз. Жұмыртқаның ағын жайып алғаннан кейін бетіне майонез жағып шығамыз. Екінші қабатқа тауық етін дәл солай кубиктеп турап салып шығамыз. Бетіне майонез жағамыз. Үшінші қабатқа киви салынады. Қабығын ашып, уақтап, кубиктеп турап, оны да жайып шығамыз. Келесі қабат алма. Алма көп керек емес, кішкентай ғана бөлігі жарайды. Оны кивидің үстіне салып шығамыз. Алма мен кивидің үстінен де майонез жағып шығамыз. Келесі қабат жүгері. Жүгеріні осылай жайып шығамыз жан-жағына. Осылай біркелкі қылып жүгеріні жайып шықтық. Енді майонез жағамыз жүгерінің үстіне. Келесі бізде қалған жұмыртқаның сарысы. Оны үкіштен өткізіп алып, бетіне біркелкі етіп жайып шығамыз. Енді қалған кивиімізбен бетін әсемдейміз. Мен осылай кивиді жартыға бөлдім. Долька етіп турап, жан-жағына әдемілеп жайып шықтым. Бұл салат өте әдемі және дәмді болып шығады. Кез келген дастарханның сәнін келтіреді. Достар, назарларыңызға көп рахмет. Алдағы уақытта да менімен бірге болыңыздар.